Арыстан мен түлкі. Бір күні түлкі келе жатып, бір жемтік көріпті. Мұны жақсаттанбақ үшін жемтік жейтін барлық аңдарға хабарлапты. Барлығы желіпті. Жейін десе, арыстаннан қорқыпты. Сонда түлкі жарамсақтанып, төрағасы бөлсін, депті. Арыстан орнынан тұрып, мен айтсам, бұл жемтіктің бір бөлегі менің арыстан атыма, бір бөлегі менің күштілігіме, енді бір бөлегіне кімнің түсі тисе, аман қалмайды, депті. Амалсыздан бәрі де тарқапты. Түлкі іштей ыза болып жүріпті. Тағы бір күні түлкі жортып келе жатып, бір атпа тұзақ көріпті. Асыға жүгіріп, арыстанға келіп, төрағасы, мен тағы бір жемтік көрдім, бөліп беріңіз, депті. Ал онда бастамайсың ба? Түлкі арыстанды ертіп, атпа тұзаққа жақын келгенде, сіз осы жолмен тура жүре беріңіз. Мен мына жақты шолып өтейін, жемтік табылар ма екен? Деп жолдан тайсап тұрыпты. Аңғал арыстан тұп-тура барып, тұзақты басып кетеді. Ағаш басында салақтап тұрғанын бірақ көреді. Артынан түлкі келіп, төрағасы, не болдыңыз? Деп мазақтап күліпті. Ей! Сен жат деп жібердің емес пе? Сонымен жатырмын ғой, депті арыстан. Арыстандай азулымен жолдас болма, ашығасың, түлкідей қумен жолдас болма, асыласың деген мақал осыдан қалған екен. Енді балалар ертегілердегі кейбір сендер түсінбей қалама дейтін сөздерге түсінік жасаймыз. Арыстан мен түлкідегі жемтік деген сөз өлген малдың не жануардың еті.